Сәлем достар, Игра в кальмараның 3-ші сезонына жақын қалды. Соған орай Netflix ұсақ детальдарға толы тизер шығарды. Сөйтіп бүгін осы сериалды, яғни 3-ші сезонын талқылаймыз. Тизер күзетшілер ойыншылардың бөлмесіне кірумен басталады. Қолдарында мәйітке арналған қорап бар. Алайда біз таң қалып, қорапта Ки-хун жатқанын көреміз. Бұл сцена көп талқыға түскен теорияны нақтылайды. Ки-хун ойынға оралады. Өткен сезонда Ки-хун ойындарды тоқтатпақшы болған еді. Түк шықпады. Сол үшін жүргізуші оны қайтарады. Бұл жерде екі вариант бар. Немесе жүргізуші өзінің күшін көрсету үшін осылай істейді, басқа ойыншыларға бұл жерден қашу мүмкін еместігін түсіндіру үшін. Немесе ойындар бұрынғыдан да қызықты болсын деп істейді. Өйткені виптер қызық ойын үшін төлейді. Немесе осы екеуі де бар. Біз ойыншыларды жаңа бөлмеде көреміз. Ортасында шариктерге толы автомат орналасқан. Барлық ойыншылар белгілі түстегі шарикті алу керек, көк немесе қызыл. Таңдаған түстеріне байланысты командаға бөлінеді. Дұрыстап қарасақ, көк домалақтары бар, демек дауыс беру кезінде таңдалған ойыншылар араласып кетеді. Ки-хун қызыл шарикті алып, қызылдар тобының мүшесі болады. Сонымен қатар қызылдармен бірге апа да болады. Мына суретте қызықты нәрсе көрсек болады. Ойыншылар топқа бөлініп, үстерінде шарик түсіне байланысты киімдері бар. Суреттің астында шаман әйелді көрейік. Ол өзінің ерушілерін жинаған екен. Демек, оған сенетін адамдар аз емес екен. Бұл сериалда кездейсоқ нәрсе болмайды ғой. Сол үшін болашақта шаман әйел маңызды рөл ойнайтын сияқты. Бұл сценада Ки-хун бір бөлмеден шыққанын көреміз. Үстінде қызыл киімі бар. Артында көк киген ойыншы жеңілгенін көреміз. Бұл жерде 3-ші сезонда ойыншылар бір-бірімен төбелесетін сияқты. Және де таймер көрінеді. Сөйтіп ойыншылар уақыт біткенше жеңуі керек сияқты. Менің ойымша көтеріліс салдарынан жүргізуші ойыншыларға бұрынғыдан да қатыгез ойындарды қосады. Біз 120-ші ойыншыны да көреміз. Төбелеске дайындалып тұр. Ол көк түсті команда екенін көрдік. Тұрған тұрысы шынымен де төбелесетін сияқты. Үлкен кадрмен Мин Суны да көрдік. Қорқып тұрғаны анық, және ол қызыл киімде екенін көрдік. Ол Ки-хунмен бір командада екенін білдік, және таныстың досы да бар. Апаның баласына көк шар түсіпті, демек олар бөлек командада болады. Ол екеуі бұл ойында бір-біріне қарсы шықса, әрине біреу ғана аман қалады. Өз басым 3-ші сезонда апа аман шықса екен деймін. Мына жерде апа жылап тұр, үлкен қайғыға тап болған сияқты. Мүмкін баласынан айырылады, немесе жүкті әйелге бірдеңе болады. Және Ки-хун төсекке байланғанын көрдік. Мүмкін ойын арасында Ки-хун байлаулы тұрады. Жаңа көтеріліс тудырмас үшін, және дауыс беруге кедергі болмас үшін. Бұл жерде жүргізуші жаңа ойындарды қарап отыр. Алайда басқа фотоларда көп нәрсе байқауға болады. Мысалы, мына жерде қайғырып отырған сияқты. Мүмкін ол дұрыс жолда жүрмін ба деп ойланатын шығар. Өзі ойындарға қатысып, ойыншылармен сөйлесіп, Ки-хунның көтерілісінің әсерінен солай ойланатын сияқты. Бұл сценада бір жігітті сканерлеп жатқаны сияқты. Оның ойыншы екені анық, өйткені жасыл киімі бар. Құлағында аңдитын трекер бар. 2-ші сезонның басындағы Ки-хунның құлағындағы сияқты. Түріне қарасақ, бұл ойыншы 246-шы. 2-ші сезон соңында оны өлді деп ойладық. Алайда аман қалады деп үміттенемін. Әлгі күзетші әйелдің арқасында. Мүмкін қыз құлағындағы трекерді өшіруге көмектесіп жатқан шығар. Таностың досы қызыл шарды алды. Демек, ол Ки-хунның тобында болады. Бұл 3-ші сезонды қызықты етеді. Мүмкін бұл кейіпкер қатты өзгеріп кетеді. Таностан алған есірткінің арқасында. Мына жерде күзетші әйел вентиляция арқылы жүргенін көреміз. 2-ші сезонда ол өзінің бастығына деген күмәнмен жүргенін көрдік. Әріптестері оны қорқытпақшы да болған. Сол үшін 3-ші сезонда ол қашып кетпекші болатыны немесе ойындарды тоқтатуға тырысатын сияқты. Күзетші қыз сыртқа шығатынын көреміз. Бұрынғы ғаламтордағы фотолармен сәйкес келеді.
Ол жерде ойын бөлмесінде тыс жерде болады. Мүмкін ол полицейскиймен кездесіп, бірге ішке кіреді. Мына жерде полицей ойындар аралына жеткенін көреміз. Бір қызығы, біз оның командасымен қайықпен келгенін көрмейміз. Екінші сезонда көргендей капитан сатқын болып шыққанын білеміз. Мүмкін қайықта соғыс болған сияқты. Полицей ғана аман қалады. Менің ойымша, бұл жерде тағы бір теория бар. Бәлкім олар аралда күзетші қызды байқап, солай келеді. Полицей аралға жалғыз келіп, күзетші қыз екеуі кездесіп, ойындарға тап болады. Сөйтіп, ойыншылардың көбісі аралдан қашып, қайықта капитан және ойын күзетшілерін кездестіреді. Мына жерде VIP адамдарды көреміз. Беттерінде маскалары бар. Жанында құлдары ас беріп жатыр. Дұрыстап қарасақ, VIP-тің біреуі әйел екен. Бір қызығы, бірінші сезондағы VIP-тер ішінде әйел адам болған жоқ. Ал мына суретте барлық VIP-терді көреміз. Екі әйел бар сияқты. Алайда мұқият қарасақ, бір әйел және шашы ұзын еркек сияқты. Мына суретте полицей әдемі бір бөлмеге кіріп келе жатыр. Бұл ойындар өтетін бөлме емес, демек VIP-тер бөлмесі. Оның VIP-терге қолы жететіні анық. Мына кадрде күзетші қыз қолындағы зажигалкамен тұрғанын көреміз. Және де мұқият қарасақ, бұл бөлме барлық ойындар жайлы ақпарат сақтайды. Бұл бөлмені біз бірінші сезонда көрдік. Бұл жерде күзетші әйел өртеп тастайтын сияқты. Мына суретте жылап тұрған жүкті әйелді көреміз. Оның көзінше бір қорқынышты нәрсе болған сияқты. Фанаттардың теориясына сенсек, қыздың жігіті өлді. Екінші сезонда ол екеуі татуласа алатындай болған еді. Алайда бұл жерде барлығы аянышты болатын сияқты. Тизер біткенде қара экран пайда болады. Фонда нәрестенің жылаған даусын естиміз. Әрине, бұл 222-ші ойыншының баласы. Екінші сезонда апа қыздың жүктілігін мерзімі таяп қалғанын айтты. Бұл дауыс нәрестенің ойындарда дүниеге келетінін білдіреді. Өткен сезонда жүргізуші бұл қызға жақсы қараған. Менің ойымша, нәрестенің туылуы жүргізушінің өзгеруіне әсер ететін сияқты. Мүмкін бұл оқиға оны жақсы жаққа ауыстырып, ойының тоқтатылуына әкеледі. Осымен бітті. Арна тіркеліңдер, комментарий қалдырыңдар. Қазақша YouTube дамысын.